Сәлем оқырман. Бүгін болса эфирде той болып және де Диананың той ұзатуы жасалды. Өте жақсы өтуде той, тізгінді алған арыстан, қызды ұзатып шығарған Альмира. Диана ханымды күтіп едік, ол келмеді енді. Қанша дегенмен де сол кезде көп қосқан жүргізушінің орны бар. Ескі қатысушыларға толы Ақбота, Нұрка, ұл болсын тағы басқа. Бірақ хам оның жігіттері жоқ, Ақтөре, Шерхан, Ізбасар деген. Мүмкін қыздың ұзатуы болғасын шығар. Үлкен тойда келеді деген ой бар. Жастарға бақыт тілеймін, көптен күткен күндері орындалғанына қуаныштымыз. Ендігі тойдың видеосы көріңіздер. Мен әдеттегідей пікірге көшемін. Сыйластық махаббат женді плюс бір отбасы. Бақытты болыңдар, үлгілі отбасы болыңдар. Әрдайым ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Аспандарыңыз ашық болсын, езулеріңізден күлкі кетпесін. Жұмыстарыңыз алға бассын, отбасыңыз аман болсын, ауырмаңыздар. Тек сәттілік тілеймін, бастысы денсаулық құлпырып жүріңіздер. Көңілдеріңіз ақ болсын, Алланың назарында бақыттың базарында болыңыздар. Үйлеріңізде береке ынтымақ болсын, мейірім шуағын төгіп тұратын отбасы болыңыздар, біз қолдаймыз. Жандарым, өте керемет өтті тойын. Алла қосқан жарымен бақытты бол. Ең үлгілі отбасы болыңдар. Ұстаған қолдарын мәңгі ажырамасын, ел мақтайтын отбасы болуды жазсын Тәңір. Вау, бақытты болсын, қанша сынақтардан өтіп, бір-бірін түсініп қосылған жұптар ғой. Соңы осылай аяқталуы керек еді. Бақытты болыңыздар. Сізде өз тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер.